Еліміздегі ең үлкен фестивальдердің бірі Гакку дауысы қанатын кеңге жаюда. Өткен сенбіде аталмыш кеш Өскемен қаласында өтті. Онда отандық жұлдыздар өздерінің туындыларын тек жанды дауыста шырқады. Сондықтан болар халық оларды жақсы қарсы алды. Ал фестивальдің шымылдығын ашу Серузаға бұйырды. Қарсы алды, өте керемет, адамдар өте көп екен, бәрі жақсы өткен сияқты. Бақыттан бас айналған тек Серуза ғана емес, үлкен сахнаға бой үйренген баяндықтар да осындай ауқымды кеште өнер көрсеткендеріне қуанышты. Күшті. Айта алмаймыз, оны керемет. Баянды ма? 100. Жоқ, 200. Өскемен. Өскемендіктердің топ-томпақтары БН тобының сахнаға шыққанына қуанғандары соншалық әндерін қосылып бірге айтты. Алаңға жиналған қауым Кенталдыда өте жылы қарсы алды. Өскемен қаласына алғаш келген әнші Гакку дауысында керемет өнер көрсетіп, халықтың қошеметіне бөленді. Жұрт өте керемет қарсы алды. Мүмкін Өскеменде бұрын отандық жұлдыздардың қатысуымен өткен кештер болмаған болар. Мен бұл қалаға алғаш рет келдім және менің келуім осындай қала күні сияқты мейраммен қатар келгеніне қуаныштымын. Сондай-ақ әнші бәріне рахмет жаудырды. Кім білет, мүмкін образдан шыға алмай тұрған болар. Гакку телеарнасына және Өскемен қаласының тұрғындарына мені жылы қарсы алғаны үшін үлкен алғысымды білдіргім келеді. Мен сіздерді жақсы көрем. Ал Джайран тобының Өскеменге алғаш келу емес. Айтпақшы, бұл қыздардың төрттік болып шыққан соңғы концерттерінің бірі десе де болады. Өйткені топтағы Кармела Гакку дауысы кештері аяқталғаннан кейін сахнамен қош айтыспақ. Өскемен қаласына бірінші рет келуіміз емес, осыған дейін келгенбіз. Өскемен әрдайым бізді өте көңілді күймен қарсы алады. Үлкен рахмет барлықтарыңызға концертке келгендеріңізге. Өзгеріс тек Джайран тобында ғана емес, сондай-ақ аюмилық арулар Гакку дауысында алғаш рет жаңа құраммен өнер көрсетті. Біз бүгін бірінші рет жаңа составпен өнер көрсеттік. Сондықтан қалай айтсам екен, қатты қателер болған жоқ, бірақ енді менің ойымша біз одан да жақсы өнер көрсете алатын едік. Аюмилық арулардың өнер көрсетуі көңілдерінен шықпаған секілді. Алайда Арваның ұлдарына керісінше бәрі ұнаған. Ешқандай кемшілік байқаған жоқпыз. Халық өте жылы қарсы алды. Бәрінің көңіл күй көтеріңкі. Және бұл жаңа ұйымдастырылған іс-шараның сапасы білінеді. Дыбыс керемет, атмосфера керемет. Бізге өте қатты ұнады. Гакку дауысына сүйікті топтарын көру үшін алаңға біраз рензиктер жиналған секілді. Өте күшті, бізге өте қатты ұнады. Бізді өте қатты қарсы алды. Міне естілсек болады. Естілсек. Өте күшті, өте керемет қала. Үлкен рахметімізді Гаккуға айтқымыз келеді. Бұнда керемет нәрсе жасаған үшін үлкен рахмет. Айтпақшы, рензалы жігіттер бұл кеште жаңа әнінің тұсауын кесті. Жұлдыздардың басын біріктірген бұл керемет кешті 101 тобы жапты. Ал концерттен кейін алаңға жиналған халық түрлі түсті от шашуларды тамашалады. Аталмыш фестиваль өскемендіктердің көңілінен шықты. Өйткені алаңға 10 мыңнан астам халық жиналған. Айтпақшы, келесі Гакку дауысы фестивалі Алматы қаласында 16 қыркүйек күні Астана алаңда өтеді. Сондай-ақ алғаш рет концерт Гакку арнасында және де YouTube желісінде тікелей эфирде көрсетілетін болады. Кіру тегін, сондықтан қапы қалмаңыздар.